Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Тырнаның неден пайда болғаны туралы және тырнаның аяғы неге көріксіз болатыны туралы әңгімелейтін боламыз. Бір жігіт қурайдан сыбызғы жасапты. Өзеннің басына келіп, күнде сыбызғы тартыпты. Оның сазына періштелер ғашық еді. Күніне бір мәрте жерге түсіп, сыбызғы сазын тыңдайды екен. Бір күні елге жау шабады. Жігіт жаумен соғысып, қаза құшады, ал сыбызғысы өзен басында иесіз қалады. Періштелер сыбызғы сазын сағынып, күңіреніп жылайды екен. Құдайға арзу айтып сұрайды екен. Тәңірісі құдіретімен иесіз қалған сыбызғыға жан береді. Сыбызғы бір құсқа айналып тіреледі. Ол жарала сала, тұраулап, мұңды саз төгеді. Саздың үнін естігенде аспан, жер, тау мен тас қосылып жылапты деседі. Құстың тұрау деп ұшқанына қарап, жұрт оны тырна атапты. Тырнаның мойны ұзын, сыбызғыны еске салады. Ол көкте ұшқанда періштелер әнін тыңдап бірге ұшып жүреді екен. Сол сәтте адам қастық ойлап құсты ататын болса, періштелер жабылып қарғайды деседі. Ертеде Бабыл шаһарында Намұрт деген патша болыпты. Ол Ыбырайым пайғамбарды жау көріп, отқа өртемек болады. Терең ор қазып, оған 30 арба отын төгіп, Ыбырайымды сонда қамайды. Сол сәтте пайғамбарды құтқармақ болып құстар ұшып келіпті. Соның ішінде тырна да бар екен. Ол жанған отқа лап беріп, пайғамбарды аршып алмақ болады. Өртке оранған ағаштарды аяқтарымен қысып ұстап алысқа апарып тастай береді. Бірақ лаулаған отты тоқтата алмайды. Кейбірінің денесі жанып, сол заматта өртеніп кетеді. Бірақ сонда да тырналар отқа ұмтыла беріпті. Бір кезде Тәңірі Тағала отқа бұйырып, менің халеліме жалының тимесін деп әмір етеді. От тоқтап, пайғамбар аман шығыпты. Ал тырнаның аяғы шоққа күйіп көріксіз болып қалыпты. Содан бастап ол ағаш көрсе қонбайды екен. Пайғамбарға болысқаны үшін Құдай оған кие дарытты. Кім тырнаны өлтірсе, Ыбырайымның наласы ұрады екен. Әрі қарай тырна туралы қызықты мәліметтер. Тырналар тұқымдасының 15 түрі белгілі. Қазақстанда 4 түрі мекен етеді. Ақ, сұр, қара және қызыл сирақ тырна. Саны аз болғандықтан Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Тырналар басқа құстардан ұзын аяқтарымен, ұзартылған мойнымен және ұзын жіңішке тұмсығымен ерекшеленеді. Өмір сүру ұзақтығы түріне байланысты. Табиғи ортада 25-30 жыл өмір сүреді. Сұр тырна ең кең таралған түрі. Ол биіктігі 125 см, салмағы 4-5,5 килограммға дейін жететін құс. Олар қоныс аударатын құстардың қатарына кіреді. Күзгі мерзімде туған өлкелерін тастап, оңтүстік аймақтарға ұшып кетеді. Бұл қанаттылар ешқашан ағаштарға қонбайды. Бұған себеп аяқтарының ерекше құрылымы. Саусақтары қысқа болғандықтан, олар басқа құстар сияқты бұтақты ұстай алмайды. Бірақ жерде өзін ыңғайлы сезінеді. Сулы, батпақты және шөпті жерлерде оңай қозғалады. Олар құрғақ шөптерді жалпақ үйіндіге жинап, жерге ұя салады. Ұяларын жасырын түрде көбінесе тығыз бұталардың арасында орналастырады. Адамдардың тым жақын болуын ұнатпайды. Сондықтан елді мекендерден және автокөлік жолдарынан алыс жерлерді таңдайды. Балапандары ұядан шыға сала ата-анасының соңынан азық іздеп кетеді. Осыдан кейін тырналар бұл ұяға қайтып оралмайды. Қоректену мәзірі өте кең. Көктемде және жазда ұсақ омыртқалылар, жидектер, ұлулар, батпақ өсімдіктерінің өскіндері, жәндіктер және құрттар құрайды. Күзде және қыста көбінесе егістіктерде қалып қойған дәнді дақылдармен қоректенеді. Тырналардың ең қорқынышты жаулары
ірі жыртқыш құстар мен аңдар емес, ол адамдар. Бөгеттердің салынуы және ормандардың кесілуі сулы батпақты алқаптардың тозуына әсер етуде. Сонымен қатар, егістік жерлерді кеңейту мақсатында батпақты аймақтар құрғатылып жатыр. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.